кітапхана мұрасы асылдардың, кітап деген қасиет түсінгенге, парағына өсиет жасырған мұң. Сөйлейін таныстырып мен көсіле, тарихтың ергізейін кең көшіне. Биылғы мерейтой иелері Кербұлақ кітапхана көрмесінде. Адаспаған әдеби сара жолдан, Әуезов Мұхтар деген дара болған, Абайды бар әлемге таныстырып, қазақи руханиятқа пана болған. Тау тұлғалар көп туған даламызда, қаладулар мәңгілік санамызда. Төл тарихтың төрінен жай береміз Шерхан мен Ғабидендей бабамызға. Шаханов Мұхтар ақын рухы биік, қорғаған тілін, дінін, ғұрпын күйіп, Ғабит-пенен Дүкенбай Досжановтар ұлы болған, бабалар ұлтын сүйген. Бұл кісілер қазақтың даралары, пәлсапаның бастауы саналары, асылдардың мұрасын жиі оқып, бабасындай болса ғой балалар. Армысыздар, құрметті отырған қауым. Бүгін сіздердің назарларыңызға Кербұлақ аудандық кітапханасы 2022 жылғы мерейтой иелеріне арналған кітап көрмесін назарларыңызға ұсынады. Кітап көрмесі 6 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі қазақ әдебиетінің алып тұлғасы Мұхтар Әуезовтің 125 жылдығына арналған. Абайды абай еткен Мұхтар ғана, Мұхтарды Мұхтар еткен абай дана. Қазақтың қос арысы, қос таласы, қалайша бас емессің, кемеңгерге деп ақындарымыз жырлағандай, әр ұлттың ұлы тұлғалары болады. Қазақтар үшін абайдың ұлылығы мен данагөйлігін ашқан Мұхтар Әуезов қазақ әдебиетінің алыбы. Ол қазақ өркениетінің жаңа болмысын ашқан жазушы, ғалым, ұстаз, драматург, сыншы. Бүгін сіздердің назарларыңызға жазушының еңбектерін ұсынамыз. Мұхтар Әуезовтің әлемге әйгілі Абай жолы роман-эпопеясы 4 кітаптан тұрады. Қазақтың 100 романы сериясымен 2009 жылы жазушы баспасынан жарық көрген Абайды тану арқылы Мұхтар Әуезов қазақтың, оның тарихын, ұлттық құндылықтарын, салт дәстүрлерін, аңыз әңгімелерін, фольклорларын таныды. Осылай Абайды тану арқылы Мұхтар Әуезов қазақтың көркем прозасын классикалық деңгейге көтеріп, әлем әдебиетіне көркемдік қуат әкелген үздік туынды. Келесі шығармасы Мұхтар Әуезовтің 50 томдық шығармалар жинағы. 2014 жылы Алматы қаласынан Дәуір баспасынан жарық көрген. Шығармалар жинағының 50 томдық академиялық басылымына әр жылдары жазылған еңбектері топтастырылған. Мұхтар Әуезовтің Қилы заман повесі 2016 жылы Анарыс баспасынан Алматы қаласынан басылып шыққан. Бұл повесінде қазақ халқының тарихына 1916 жылы ұлт азаттық көтерілісі болып енген, Қарқара жерінде өткен қасіреті мол қанды оқиға жан-жақты көркем баяндалады. Мұхтар Әуезовтің Өскен өркен романы Алматы қаласында Жалын баспасынан 1977 жылы жарық көрген. Өскен өркен Мұхтар Әуезовтің ең соңғы романы. Өз халқының революцияға дейінгі өткен өміріне, революциядан кейінгі өміріне тоқталады. Мұхтар Әуезовтің Көксерек повесі мен Бүркітші және басқа әңгімелері Алматы қаласынан Балауса баспасынан 2006 жылы жарық көрген. Бұл томға балаларға арналған повесть, әңгімелері іріктеліп алынып отыр. Әр заман, әр кезең тыныс тіршілігі, құбылыстары шынайылықпен суреттеліп, шеберлікпен кестеленеді. Бұл шығарма әлем балалар әдебиетіне арналған 50 томдықтың бірі. Әлем балалар әдебиетіне қосылған сүбелі үлес деп білеміз. Мұхтар мұрасы, ғылыми мақалалар мен зерттеулер Алматы қаласынан Қазақстан баспасынан 1997 жылы жарық көрген жинақ. Ұлы жазушының әдеби сынға және әдебиет тарихын зерттеуге қосқан орасан зор үлесі туралы ғылыми мақалалар және зерттеулері енгізілген. 20 ғасырға дейін қазақтың халық әдебиетінде драматургияға өзек болатын мол қазына жиналды. Осы байлықтың иелері қаламгер Мұхтар Әуезов. Ол халық әдебиетінен нәр алады. Мұхтар қаламынан 30-дан астам драмалық шығарма туды. Жеке пьесалардың варианттарын қоссақ 50-ден асады. Әуезов драматургиясында жанрлық формалардың бәрі қамтылған. Онда трагедияда, комедияда, драмада бар.
Екінші бөлімімізде ұлтына ұлағат қалдырған Ғабит Мүсіреповтің туғанына 120 жыл толып отыр. Ол қазіргі солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданында дүниеге келген. Қазақ әдебиетінің классигі, социалистік еңбек ері, Қазақ КСР академигі, Қазақ КСР халық жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, драматург, аудармашы, қоғам қайраткері, 3 мәрте Ленин, 2 мәрте еңбек қызыл ту, халықтар достығы ордендерінің иегері. Кездеспей кеткен бір бейне кітабы үшін 1968 жылы Абай атындағы республикалық сыйлықты иеленген. Ғабит Мүсіреповтің «Ұлпан» романы. Бұл романында ескі салт-дәстүр мен әдет-ғұрыпқа қарсы шығып, ел басқару дәрежесіне дейін жеткен қазақ әйелінің тағдыры шынайы суреттелген. Кітап көпшілік оқырман қауымға арналған. Алматы қаласы Атамұра баспасынан 2003 жылы жарық көрген. Көп томдық шығармалар жинағы. Ғабит Мүсіреповтің шығармалар жинағының 2-ші томына 30-шы жылдары жазылған «Көк үйдегі көршілер», «Өмір ертегісі», «Жайлау жолында» секілді повестері топтастырылған. Жинақ жазушының 100 жыл толу мерейтойына орай шығарылған. Ғабит Мүсіреповтің 3 томдық таңдамалар жинағының 2-ші томына оянған өлке мен очерктері еніп отыр. Кітап Алматы қаласы жазушы баспасынан 1980 жылы шыққан. 592 беттен тұрады. Драмалық шығармалар жинағы. Бұл жинағында Қозы көрпеш, Баян сұлу, Ақан сері, Ақтоқты, Амангелді, Болашаққа аманат. Ал либретталарына Қыз жібек, Амангелді, Ақан сері, Ақтоқты еніп отыр. Және де сценарийлары мен аудармалары да қосымша жазылған. Әдебиетші көп білген сайын әсерлі жазада атты бөлімде Ғабиде Мұстафиннің 120 жылдығына арналған. Қазақ әдебиетінің бай қазынасына өзіне тән өрнекті сөз, өрелі туынды қалдырып, орасан зор шығармашылық, ерен еңбегі мен елеулі үлес қосқан көрнекті қаламгеріміздің бірі Ғабиде Мұстафин. Қаламгердің еңбектерінің бір парасы соғыс жылдарына туғанын көреміз. Қаламгердің уақыт талабына үнемі дер кезінде үн қоса білуі, атап айтсақ құлаған құс, алынған кек, басқа пәле тілден, айға, тұтқын, керуен сияқты шығармалары, ел мен жер, халық тағдырына қатысты сүбелі тақырыптарына келетін болсақ, қаламгердің романдары Шығанақ, Миллионер, Қарағанды, Дауылдан кейін көз көрген шығармалары. Ғабиде Мұстафиннің «Дауылдан кейін» атты романы Алматы қаласы жазушы баспасынан 2009 жылы «Қазақтың 100 романы» сериясымен жарық көрген шығармасы. Бұл туындыда қазан төңкерісінен кейінгі кезде орын алған күрес, тартыс, ұлы өзгеріс, зор жаңалықтар бір-бірімен жалғаса суреттеліп, тарих шежіресінен көркемдік түйіндеу жасалған. Осындай үлкен мұрат, озық идеяны алға тартатын шығарма. Ғабиде Мұстафиннің 5 томдық шығармалар жинағы. Бұл жинақтың 1-ші томына Шығанақ және Миллионер романдары енілдірсе, 2-ші томына Қарағанды романы енілді. Бұл шығармалар Алматы қаласында Елорда баспасында 2003 жылы жарық көрген. Сол сияқты Ғабиде Мұстафинның «Ой әуелдер» атты шығармалар жинағы жазушы баспасынан 1978 жылы жарық көрген. Бұл жинағында қоғамдық саяси өмірбаянының күнделігі, тарихнамасы тәрізді, сондай-ақ тарихи портреттер мен мінездемелер енгізілген. Келесі шығармасы Ғабиде Мұстафин туралы естеліктер. Алматы қаласынан білім баспасынан 2005 жылы жарық көрген. Кітапта жазушының азаматтық, жазушылық келбеті, көз көрген ізбасар өмірлерінің, сыншы ғалымдардың, тума туыстарының жылы лебізі енгізілген.
Алаштың ардалы Шерхан Мұртаза, қаламгер, жазушы, суреткер, Жамбыл облысында Жуалы ауданында дүниеге келген. Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері, құрмет белгісі, отан ордендерімен және бірнеше медальдармен марапатталған. Шерхан Мұртаза шығармашылық жұмыстармен қатар Қазақстан Республикасы тәуелсіздігі мен мемлекеттігін нығайту ісіне де белсене араласты. Қазіргі заманның қоғамдық өмірдің маңызды мәселелерін, ел, жер, тіл мәселелерін көтерген көптеген мақала, эсселер жазды. Тұңғыш кітабы «Құрылысшы Дәку» 1958 жылы жарық көрді. Шерхан Мұртазаның бұл туындысында әр жылдары жазылған жүрек жарды мақалалары, эсселері, толғамдары түгелдей дерлік осы жинақта жазылған. Сырлы әңгімелері мен тәуелсіздік тұсындағы өзек жарды ойлары оқырманға ерекше әсер қалдырары күмәнсіз. Жазушының «Ақындар мен әкімдер» атты кітабы 4 бөлімнен тұрады. Ақындар, әкімдер, елім саған айтам, елбасы сен тыңда, тәуелсіздік толғақтары. Әр шығарманың дүниеге келу тарихы өзіндік өмір баяны болады. Аса көрнекті суреткер, бойтұмар жинағында кезінде қазақ классикалық туындылары, лирикалық шедеврі болып табылған бір топ әңгімелері топтастырылған. Қазақ халқының ұлы перзенті Тұрар Рысқұлов жайында жазылған «Қызыл жебе» романы эпопеясы, Сталинге хат пен Ресейдің хаты драмалары қазақ оқырмандары мен көрермендері үшін кеңінен мәшһүр, ыстық сүйіспеншілікке бөленген айтулы шығармалар жинағы. Шерхан Мұртазаның «Мұңбұлақ» жинағы. Бұл жинақта әр жылдардағы таңдаулы әңгімелері мен хикаяттары еніп отыр. Оларда ел басына күн туған ауыр жылдардағы қазақ ауылдарының тұрмыс күйі, адамдардың мінез-құлқы шебер суреттелген. Ай мен Айша романы бірінші кітабы Жалын баспасынан 1977 жылы жарық көрген. Ай мен Айшаның бірінші және жаңадан жазылған екінші кітабы біріктіріліп, оқырман назарына ұсынылып отыр. Келесі бөліміміз қарымды қаламгері Түкенбай Досжановтың 80 жылдығына арналады. Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының Мұхтар Әуезов атындағы ұлттық сыйлықтың лауреаты. Алғашқы әңгімесі 15 жасында жарық көрген қаламгердің бұл күнде кітаптары әлемнің 20 тіліне аударылған. Қазақстандағы ең көп оқылатын жазушы куәлігін алған. Оның қаламынан 11 роман, 22 хикаят, 100-дің үстінде әңгіме туды. Түкенбай Досжанның Отырар кітапханасынан шыққан 2 томдық шығармасының бірінші томда таңдамалы шығармалар жинағында 20 ғасырдың 60 жылдары дүниеге келген Жібек жолы романы және Қарабек повесі еніп отыр. Ал келесі шығармасына Түкенбай Досжанның хикаяттары енген. Түкенбай Досжанның Жан құмары атты романы 2009 жылы Глобус баспасынан шыққан. Бұл кітапта суреткерлік тағдырды қозғайтын, қаны тамған бүгінгі күн тақырыбын сөйлеген роман және хикаяттар негізгі идеясы. Адам табиғатын зерттей отырып, кейіпкер жанның өзгерістерін көз алдыңыздан өткізеді. Әр шығарманың бас тұлғасы ешкімге ұқсамайтын мінез құбылысымен баурайды. Шығармалары магиялық реализм үлгісінде жазылған. Түкенбай Досжанның шығармалар атты жинағы Алматы қаласынан жазушы баспасынан 2007 жылы жарық көрген. Кітапқа жазушының Жылы ағыс, жазымыштың жазуы деген шығармалары, сондай-ақ ертеректе жазылып, оқырманнан өз бағасын алған Отырар, Жусан мен гүлдер атты хикаяттары енген. Түкенбай Досжанның таңдамалы шығармалар жинағы Алматы қаласы өлке баспасынан 2011 жылы жарық көрген. Шығармаға Іңкәр өмір атты романы
және бір топ әңгімелер енген. Роман қазақ әдебиетінің озық үлгідегі ғұмырнамалық, фәлсапалық дәстүрмен жазылған. Келесі шығармасы Салтанат сарайы. Бұл шағын кітапшада әр жылдары жазылған ой толғамдары беріліп отыр. Автор еліміздің өткені мен бүгінін, келешек көкжиегін саралап, ой талқысына салады. Жинақ студент жастар мен жалпы оқырман қауымға арналған. Дархан қаланың дара болмысты ақыны Мұхтар Шаханов 80 жасқа толып отыр. Қазақстанның халық жазушысы, әлем мойындаған әйгілі қаламгер. Ақындық қуаты, күрескерлік келбеті, қайраткерлік қарымы туралы ойлы оқырманның бәрі біледі. Мұхтар Шахановтың әндері мен жұрт жатқа айтып жүрген жырлары өз ана тілінде сөйлеумен ойламаудың залалы атты жыр жинағы Алматы қаласынан 2016 жылы жарық көрген шығармасы рухани проблемалық трактат. Бұл шығармада ақынның жүрек қылын шертер нәзікте ойлы әндер енген. Жұбайлар жыры, туған күн кешінде, махаббат елі, арал қасіретті, құпия арман атты әндері халық көпшіліктің назарында. Шахановтың әндері ұлттық, тілдік, рухани мүдделерді батыл көтере білгендігімен де ерекшеленеді. Сонымен қатар бұл кітапқа басқа да сазгерлердің өлеңдері кірген. Ендігі жинақта ерекше туындыға тоқталайық. Өз тілінде сөйлеумен ойламаудың залалы және комполиттік ағым бөгеген тілдер тағдыры атты рухани проблемалық трактаты. Отаны, ұлты, тілі үшін жан ауыратын әрбір адамға шығарманың маңызы зор. Мұхтар Шахановтың дара талғам қасиетті атты поэмалар, өлеңдер, балладалар, әндер жинағы Алматы қаласы раритет баспасынан 2007 жылы жарық көрген. Шахановтың бұл шығармасында жаңа жырлары мен әр кезде жазылған таңдамалы өлең, балладалары, шағын поэмалары әндеренген. Қазақтың 100 поэмасы Алматы қаласынан жазушы баспасынан 2013 жылы жарық көрген. Қазақ поэмаларының 5-ші кітабына ұлттық поэзиямыздың көрнекті өкілдерінің сан алуан тақырыпты арқау еткен эпикалық туындылары енгізілген. Мұхтар Шахановтың махаббатты қорғау атты өлеңдер, балладалар, поэмалар жинағы Алматы қаласынан Жалын баспасынан 1982 жылы жарық көрген туындысы. Бұл кітапқа енген жырлардың көпшілігі оқырман бағасын алған туындылары. Ақын жазушыларымыздың шығармаларын насихаттау барысында кітап көрмемізге әр ақын жазушының өмір дерегін, қызмет жолдарын, марапаттарын, олар туралы айтылған естеліктерден, шығармаларынан буклет және папкалар жасалып қойылған. Өз отауын, ошағын, отын қорғар, көбейсін батыл мінез, батыр жандар, жазудан шаршамасын, ақын біткен оқудан жалықпасын оқырмандар. Шарамыз игілігін ала келсін, ұлтыма білім байлық сана берсін, рухымыз асқақ болып әрқашанда халқымыздың бақыты жана берсін. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.